өзің сөйтіп ойлайсың. Білмеймін, ең оңай образ осы. Ең оңай осы болды. Алдында ойланып жеттім да тауып алдым очень. Мынау сіздер ойлап қалмаңыздар, ойбай шырай бұзылған бірдеңе сіргене болып темекі деймін, сондай трубочка ғой. Не ішесің? Сондай істеп алдым. Әдемі болып тұр ма негізі? Күшті болып тұр. Пиджакты, конечно, кимеймін. Достар, біз ары қарай рубрикамызды жалғастырайық. Сізбен бірге Аянбек. Кім андай белотикал кәнби? Бір айналаш кісі кімсіз? Мен әлі дайын емеспін, образым дайын емес әлі, толық. Ой, мына не болды, біз позорный шығарады. Қызыл киімге шыққаны ғой. Иә, біз уже көрсетіп жатырмық, сіз не қылып жүрсіз? Жоқ, сіздің сөмкеңізге бақаны шын айтам, Айханбек апай, сіздің сөмкеңізге бақаны салған емес. Ал кім болды ол? Сіз өзіңіз қалай ойлайсыз, қой қырқуға барайықшы. Құрметті менің оқырмандарым, бүгін Айшақтың ұзату тойы сезім жобасында YouTube арнасында тікелей эфирде көрсеңіздер болады, және де НТК каналында жүріп жатыр. Естамаңыздар, арнамызда қазір жарнамадан оралып эфирдеміз. Мына құдалар және де сонау Қарағандыда келген Айшақтың ата-анасы туысқандары келіп отыр. Тұрайлым, енді барлықтардың образын сен сұрап шықтың. Сен образың қандай, сен кімсің бүгін? Мен бүгін «Завтрак у Тиффани» деген кино көріп келдім. Сонда главная актриса Одри Хепберн. Неге бұл образ таңдадың? Неге бұл образ таңдадың? Білмеймін, внешностьім кішкене керек сияқты. Барлығыңызға қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін бізде кино дей, бүгінгі менде образ осындай. Қазір мына жерге қалдырып кететін боламын. Кім екенін? Бұл Скуби-Дудағы Дафна деген қыздың рөлі. Және де ол жаңағы күлгін түсті өте қатты жақсы көреді, стильге көбірек. Атмосфера бар емес па? Негізі, сондай бір кішігірім жаңағыдай бір образдар бар. Просто образ мәлі толық дайын емес, негізі. Мына жерде қызыл жаңағы білесіздер ғой кезіндегі. Көзімізге елестете береміз, айта береміз. Менің атым Қожа фильмін көргенсіздер. Сол жерде мойнында қызыл не тұрады? Бантик, пионерский галстук. галстук. Неге соны тағу керекпін? Сыртынан жекетін тағу керекпін. Вау, әдемі, иә, креативно. Иә, көбісі мына жерде сол жердегі еркек Мән береді, 70-60 жылдағы сондай стильде киінетін қыз. Және ол құпияға толы заттарды жақсы көреді, сол құпияларды шешкенді жақсы көреді. Бүгін мен сондай образдамын. Бүгін теледидарларыңыз қосылу болсын, эфир өте қызықты болатын сияқты. Басқа қатысушылар қандай образда киінгенін бірге 14:30-да бізбен бірге көре аласыздар. Қандай керемет көрініс, құстардың дауысы.